Біз бүгін сайлау 2023 кезекті имитация әлде демократияға шынайы қадам ба деген талқылауымызды бастаймыз. Жалпы Қазақстанда 19 наурызда жуырда ғана өткен парламенттік сайлауға келетін болсақ, әрине сайлау туралы айтылған нәрсе көп, және біз де солардың біріміз. Дегенмен біздің негізгі фокусымыз бүгін ертең не болады, яғни сайлаудан кейінгі азаматтық қоғамның болашағы қандай, күтері қандай. Бүгін сарапшылар өздерінің прогноздарын жасайды, өздерінің болжамдарын айтады. Сонымен қатар сіздерден де сұрақтарыңызды, комментарийлеріңізді талқылаудың соңына қарай күтеміз. Жалпы бір жағынан парламентте жаңа партиялардың пайда болуы мен бір мандаттық аумақтар бойынша депутаттардың сайланғаны жағымды өзгеріс ретінде қабылданды. Дегенмен азаматтық белсенділер, азаматтық қоғам, бақылаушылар, мәжіліс пен маслихатқа үміткерлер, әсіресе тәуелсіз үміткерлер, яғни партияға тіркелмеген үміткерлер сайлаудағы заң бұзушылықтарды алға тарта отырып, өткен сайлаудың нәтижесін заңсыз деп тануда. Сонымен қатар тәуелсіз бақылаушылар және жалпы тәуелсіз кандидаттардың өкілдері, олар бұл сайлаудың легитимсіз екеніне көптеген тұжырымдамалар жасайды. Сонымен қатар Paper Lab және Демоскоп өткізген сайлауға дейін жасаған сауалнама, яғни электораттың сауалнамасына сүйенетін болсақ, электораттың көбі, яғни 60%-ға жуығы сайлауға қатысып отырған бірде-бір партия олардың мүдделерін ақтамайды деген ой білдірді. Сонымен қатар жалпы азаматтық қоғамның сайлаушылардың белгілі бір өзгерістерге әсер етуге мүмкіндігі жоқ деген тұжырымдама бар. Ол қоғамда осы сайлаудың аясында ғана емес, жалпы 30 жылдың ішінде қалыптасып қойған берік нарратив. Сонымен қатар парламенттің басым бөлігі қайтадан билік партиясы өкілдерінен құралатынын айта кету керек, және азаматтардың сайлау институты мен сайлау режимінің, саяси режимінің шынайы реформаларға қабілеттілігін және жалпы реформалардың мүмкіндігіне қатысты күмәні артып бара жатыр деп болжауға болады. Мы сегодня предлагаем поговорить о том, о чем говорят результаты выборов, о попытках Аккорды реформировать политическую систему или все-таки желание оставить статус-кво. Также мы хотим узнать, какие ожидания были у электората от данных выборов, насколько они оправдались по итогам. Более того, мы бы хотели поговорить о том, какие уроки были извлечены независимыми кандидатами и представителями гражданского общества. Также мы бы хотели узнать, как дальше будет меняться политическая ситуация в стране после выборов, насколько вероятно усиление поляризации и протестных настроений, особенно учитывая, что прошло более года с январских событий. И слово я бы хотела передать Серику Бейсембаеву. Серик Бейсембаев, әлеуметтанушы, Paper Lab зерттеу орталығы. Камила, көп рахмет, қайырлы күн, құрметті қонақтар. Мен әлеуметтанушымын, және де өз сөзімді осы зерттеулерге сүйене отырып жасасам ба деп едім. Екі тақырыпқа тоқтағым келеді. Бірінші тақырып ол осы сайлаудағы қатысу, яғни явка мәселесі. Екінші мәселе дауыс беру. Жаңа Камила айтқандай, біз осы сайлаудың алдында Демоскоппен бірге отырып сауалнама жүргізгенбіз, жалпы электораттың көңіл күйін білу үшін. Сонда бізге 60%, азаматтардың 60% осы сайлауға барамыз деп жауап берген еді. Ресми нәтижені білесіздер, 54%. Бұл Қазақстан тарихындағы ең төмен явка екендігін айтып жатыр ресми биліктің өзі. Бірақ бізге әлеуметтанушы ретінде бұл бір жаңалық болған жоқ. Жалпы азаматтардың сайлау институтына қызығушылығының төмендеуі соңғы 20 жылдың ішінде көрдіз. Ең салыстырмалы түрде бәсекелестік болған сайлау 2004 жыл өткен еді. Ондағы көпілеріңіз білмеулеріңіз мүмкін. Ол кезде жаңағы Ақжол партиясы, оның жаңағы 5 төрағасы болды. Ішінде Сәрсенбаев бар, Оразжан Досов бар және басқалар. Сол кездегі сайлауға, мысалы үшін сол кездегі сауалнамаларға қарасақ, халықтың 75% мен сайлауға барамын деп айтып, кейін 60% қатысқан болатын. Бірақ ресми явка ол кезде жоғарырақ. Бірақ сол 2004 жылдан бері Қазақстанда не болды? Ол жылдан жылға сайлау институты ол азаматтардың таңдау құқығын білдіретін механизм емес, ол биліктің өзіне керек адамдарды, партияларды өткізу механизміне айналды. Яғни сайлау институты өзінің тікелей басты функциясынан айырылды. Сәйкесінше біздің қоғамда азаматтардың сайлауға деген қызығушылығы төмендеп, аяғында біз осындай нәтижеге қол жеткізіп отырмыз.
Ол жөнінде ең көп тараған нарративті енді өздеріңіз білесіздер, былай адамдармен сөйлессеңіз, сайлау туралы айтатын нәрсесі, ой, біз сайлауға барғаннан еш нәрсе өзгермейді, оның бәрін біз-ақ баяғыда шешіп қойған. Осы сауалнама бойынша соңғы өткізген бұл пікірді 54% азаматтардың 54% қолдайды, яғни әрбір екінші қазақстандық менің даусымнан ештеңке өзгермейді деп ойлайды. Бұл өте өкінішті нәтиже. Сәйкесінше бізде неліктен явка төмен болды деген кезде мемлекеттік пропаганда бар, билікке жақын эксперттер бар, олар байқасаңыздар азаматтардың өзін кінәлайды. Жаңағы абсентеизм, саяси абсентеизм, біздің азаматтарға саясат керек емес, олар тек қана үйлерінде отырады, әсіресе алматылықтарға қарсы өте ондай шейминг пен блейминг өте көп. Міне алматылықтардың сыйқын қараңыздар, сайлауға бармайды, кейін барып жаңағы бір қарсылығын білдіреді деген секілді. Бірақ бұның барлығы өте манипулятивтік нарратив, себебі азаматтардың сайлауға бармауының артында жатқан нәрсе ол сенімсіздік, ол абсентеизм емес мүлдем, өйткені біздің қоғам, азаматтар өте саясиланған қоғам. Жалпы алғанда азаматтардың 75% саяси оқиғаларды қадағалап, бақылап отырады. Сол себепті бұл мұндай нарративке ешқандай негіз жоқ. Және де тағы да бір басты ерекшелігі біздің қоғамның ол жаңағы аполитичность емес, ол антиполитичность, яғни антисаясилық, яғни саясатты априори өте лас, әділетсіз нәрсе деп есептеу. Бұл категория өте маңызды, себебі неліктен азаматтар сайлауға бармайтынын түсіндірген кезде, ол азаматтардың алдын ала ол әрекеттен ешқандай нәтиже көрмейтіндігінің, көрмейді деп ойлағандығының салдары. Сәйкесінше, егер де азаматтарда шынайы сайлау болатын көрсе, онда расында шынайы партиялар, кандидаттар қатысқан білетін болса, онда бізде сайлауға қатысудың көрсеткіші әлдеқайда жоғары болатын еді. Сосын келесі себеп, неліктен жаңағы азаматтар сайлауға аз келді. Екінші себебі бұл азаматтар біздегі партиялардың ешқайсы өзінің мүддесін қорғамайды деп есептеуінде. Жаңағы сауалнама бойынша респонденттердің 64% бірде-бір партия менің мүддеме сәйкес келмейді деп жауап берген, яғни халықтың көпшілігі. Яғни осында отырған 50 адам болатын болса, онда 30-35 адам өзінің партиясын көрмейді деген сөз. Бұл да өте үлкен көрсеткіш, яғни өкінішке орай соңғы 20 жылдағы біздегі саяси эволюцияның нәтижесі осындай. Мынау саяси жүйеменен азаматтардың арасындағы алшақтық өте артып кеткен. Екінші мәселе, бұл дауыс беру мәселесі. Ресми нәтижені білесіздер, аманатқа 52% жаңағы дауыс берді. Бұл партиялық тізім бойынша, ал жеке бір мандаттық округтер бойынша 29 кандидаттың 22-сі аманаттың өкілдері. Яғни ресми нәтиже бойынша аманат сол өзінің жаңағы басым көпшілік дауысын алып, сол бұрынғы басым саяси билікке айналған. Бірақ та біздің сауалнамаға қарасақ, аманаттың жеңісіне өте үлкен күмән бар. Жаңағы сайлауға барамыз деген 60% азаматтардың тек 20% ғана мен аманатқа дауыс беремін деп айтқан болатын. Бұл назар аударсаңыздар, сайлауға дейін 2 апта бұрынғы сауалнама, яғни сайлауға 2 апта қалған кезде сайлауға барамыз деген адамдардың басым көпшілігі кімге дауыс беретінін білмеген, қандай партияға дауыс беретінін білмеген. Бұл нені білдіреді? Бұл ең алдыменен де мынау бұрынғы Нұр Отан, қазіргі аманаттың электоратының жаңағы размывание электораты деген түсінік бар. Яғни электорат ол өзін жаңағы партияменен байланыстыруын тоқтатады. Ол партияға дауыс бергісі келмейді. Бірақ партиялардың ішіне өзіне ұнайтын партия болмағандықтан, сәйкесінше олар кімге дауыс беретінін білмейді. Сондықтан да бұл ресми нәтижеге үлкен күмәнмен қарау керек. Кейбір азаматтар сайлауға жеке бір мандаттық округтерде тәуелсіз кандидаттар болғандықтан барды.
бұл осы сайлаудың бір ерекшелігі ретінде ұсынылған болатын, бір демократиялық қадам ретінде ұсынған болатын біздің билік. Бірақ та тағы жаңағы сауалнамаға қарасақ, әрбір екінші қазақстандық бұл сайлау кампаниясына ешқандай қызықпаймын деп жауап береді. Яғни дебаттарды, партиялардың кампаниясын, жарнамасын бақыламаған. Сонымен қандай қорытынды жасауға болады? Ең бірінші, бізде бұл сайлау азаматтардың сайлау институтына деген сенімін қайтара алған жоқ. Тіпті одан бетер дискредитация орын алды. Бұл біздің мемлекетіміз үшін өте өкінішті қорытынды, себебі сайлау институтына сенім оралмай, бізде ешқандай реформа мүмкін емес. Қазір білесіздер, осы биылдан бастап аудан әкімдерін, шағын қала әкімдерін тікелей сайлау арқылы сайлау енгізілетін болады. Бұны да біздің билік бір үлкен жетістік ретінде ұсынып отыр, бірақ бұндағы ең басты түйіткіл ол сайлау институтының шынайы әділетті жұмыс істемеуінде, тәуелсіз жұмыс істемеуінде. Яғни дәл осындай сайлау өтетін болатын болса, онда тура сайлаудан ешқандай пайда болмайды. Себебі сол бұрынғы тәуелді, сол биліктің, жоғарғы биліктің айтқанын істейтін сайлау комиссиялары ыңғайлы кандидатты жаңағы жеңді деп нәтиже шығарып береді да, ал жаңағы тәуелсіз кандидаттардың азаматтық қоғамның сыныменен дауына жаңағы көздерін жұма салады. Екінші үлкен қорытынды ол біздегі мынау қаңтарда ашық көрініс тапқан өзгеріске деген халықтың талабы, азаматтардың талабы орындалған жоқ. Қаңтардың ең бір басты жаңағы драйвері, ең бір басты факторы ол саяси жүйенің консервациялану болатын. Және сол күні, сол 22 жылы қаңтарда көшеге алаңға шыққан азаматтар жаңа шал кет деп ұрандатты. Енді шал деген бұнда символикалық мағынасы бар. Ол жалпы саяси жүйе өзгерсін деген сондай лозунг болатын. Енді бір жылдан аса уақыт өтті. Бұл сайлаудан кейін саяси жүйе қаншалықты өзгерді? Енді жауап айқын, ол үшін жаңағы парламентте өткен адамдарды қараңыз, партияның өкілдерін қараңыз, сонда бұл сұрақтың жауабы өзінен өзі анық болады. Нәтижесінде бұл парламент қаншалықты легитимді деген сұрақты қою орынды. Заңдық легитимдігі бар. Оны түрлі Алматыда әсіресе тәуелсіз кандидаттар қазір жаңағы бюллетендердің қолдан толтырылу фактілерін жинақтап сотқа арыз беріп жатыр. Яғни заңдық легитимдігіне күмәндануға негіз бар деген сөз. Екінші жағынан мынау оның символикалық легитимдігі, яғни халық қаншалықты сайлауға сенеді деген сұрақ. Бұл жерде де менің ойымша үлкен скепсис қоғамда, енді арнайы зерттеу жасау керек, бірақ та менің ойымша осы бір жылдың ішінде көңіл қалу, разочарование, ол қазіргі біздің белсенді қоғамның арасында ең басты эмоция, көңіл қалу мен апатия сезімі. Бұл өте қауіпті эмоция, себебі одан кейінгі келесі кезең ол жаңағы ашу ызаның шығатын жері белгілі. Ол жаңа протесттік әрекеттер, жалпы мынау биліктің ұсынған нәрсесін барлығын қабылдамау, оның жаңағы сенбеу, сәйкесінше біз мына екі жаққа бөлінген, поляризацияланған қоғамға келеміз. Сол ашу ыза үстіне жинақтала береді. Ал 1-2 жылдың ішінде экономикалық жағдай нашарлайтын болса, аяғы тағы да қаңтар секілді үлкен жанжалға алып келуі мүмкін. Осындай қорытынды жасап отырмыз. Тағы да саяси әлеуметтік салдарын әлі көп айтуға болады, бірақ келесі сөзімде жалғастырайын. Осымен аяқталды. Көп рахмет, Серік. Действительно присутствует нарратив своего рода victim-blaming, когда из официального такого дискурса, есть какой-то объект под названием народ, но реже общество, которое очень не способно, если опять-таки ссылаться на официальные нарративы, к субъектности, к каким-то демократическим реформам и в целом к самоорганизации. Также, если следить за официальными нарративами и цитировать президента Токаева, прошедшие выборы – это достойное предложение масштабных перемен в стране. И также считается достойным завершением обновления политической системы. Но важно понимать, насколько с этим согласны граждане, что уже
показали данные опроса, о котором только что Серик нам рассказал. Более того, неочередные президентские выборы прошли не так давно, и уже многие эксперты отмечали то, что присутствует некоторая электоральная усталость в обществе, когда очень много информации и просто граждане не успеют никак ее потреблять. Также очень важный момент, который хотелось бы отметить. По официальным данным, Аманат получил 3 431 510 голосов, да, то, что уже отметил Серик, по официальным данным Центральной избирательной комиссии. Это составляет 52,9%. Здесь может возникнуть вопрос, да, у тех, кто сегодня в зале, и тех, кто нас смотрит в прямом эфире, либо увидит сторис, то, что мы ссылаемся на Центральную избирательную комиссию, но то есть эти люди, да, ответственные за это, не присутствуют в этом зале. Важная ремарка: письмо ЦИК, приглашение, спасибо платформе EOETNESH, мы отправляли, но, к сожалению, незамедлительно мы получили отказ в связи с их большой загруженностью в предвыборный и поствыборный период. Что на самом деле очень жаль. Мы очень ждем всегда и открыты к диалогу с государственными органами. Также мы приглашали представительство, руководство Института общественного развития, но, как видите, к сожалению, мы их не видим в спикерах. Ал енді келесі сөзді мен Инга Иманбайға бергім келеді, құқық қорғаушы, журналист. Жалпы сіз сайлауға бір мандаттық округ ретінде үміткер болып қатыстыңыз. Тәжірибеңіз туралы айта кетсеңіз, сонымен қатар СМИда, медиада сіз бұқаралық ақпараттық құралдарға интервью беріп үлгергенсіз, бірақ енді сіздің тәжірибеңіз туралы жалпы 4 апта сайлау кампаниясына қаншалықты жеткілікті болды, қандай қиындықтармен әлі күнге дейін кездесіп отырсыз, сол туралы айтып берсеңіз. Саламатсыздар ма? Қош келдіңіздер, қуаныштымын бүгін шақырғандарыңызға. Енді бір мандаттық үміткер ретінде қатыстым, және бұл сайлау науқанынан тәжірибеден өзге алғанымыз болмады деп айтуға болады, бірақ оның өзі құнды деп санаймын. Сайлауға баға беретін болсақ, онда әлеуметтік желідегі наразылықтың деңгейінен ақ байқауға болады. Сайлаудың нақты бағасы жаппай дауыс ұрлау кадрлары, бақылаушыларды қудалау, тәуелсіз үміткерлердің жеңісін көпе-көрнеу тартып алу жағдайлары болды. Ол менің басымда да болған жағдай. Міне бағасы осы. Ақорда осы күнге дейін сан мәрте реформа жасауға уәде берді. Әні реформа басталады, міне өзгеріс келе жатыр дегендей. Негізі осындай 1000 уәдеден гөрі бір нақты қадам жасағаны құнды болар еді. Ол әділетті сайлау өткізу. Егер сен әділ сайлау өткізбесең, халықтың дауысын ұрлап, биліктің таңдаған үміткерлерін парламентке өткізсең, онда сөзіңнің құны көк тиын. Негізгі көрсеткіш барометр ол әділетті әрі таза сайлау болуы керек еді. Демократияның негізгі өлшемдерінің бірі де осы сайлау. Әрине, авторитарлы жүйеде де сайлау болады. Мұны ғылыми тілде айтсақ, электоралды автократия дейді. Біздікі тура сол болып тұр. Сайлау деген аты барда, шынайы заты жоқ. Мысалы, бізден бір аптадан соң Түркменстанда да сайлау өтті. Бірақ ол Ашхабадта Аркадактың пәрменімен демократия орнады деген сөз емес. Бізде де тура сондай. Батысқа көз бояушылық үшін сайлау өткізеді, бірақ нәтижесін Ақордада өздері шығарады. Сондықтан өкінішке қарай елде әділ сайлау өтті деп айта алмаймын. Баяғы Назарбаевтық тәсілмен өткен лас, әділетсіз сайлау болды. Ал мұның себебі неде? Жалпы ол үшін демократия деген ұғымға анықтама беруіміз керек. Жоғарыда айтқандай, жай ғана сайлау өткізу демократияның көрсеткіші емес. Демократия деген бірінші кезекте биліктің бөлінісі, яғни биліктің бір қолда шоғырланбауы. Егер билік президенттің қолында ғана емес, парламенттің, соттың, партиялардың, тәуелсіз ақпарат құралдарының қолында болса, онда демократия болады. Бір адамның аузына қарап отыратын елде еш уақытта демократия орнауы мүмкін емес. Биліктің әр тармағы тәуелсіз жұмыс істеуі керек. Сот жүйесі ме? Ол атқарушы, билікке, президентке бағынбауы тиіс. Ал бізде соттарды кім тағайындайды? Президент. Демек, ол тәуелсіз бе? Жоқ. Парламент пе? Ол да тәуелсіз болуы тиіс. Бірақ шын мәнінде солай ма? Тағы да жоқ. Ермұрат Бәпи сияқты үміткерге әкімдік жұмыс жасап, оны құлағынан сүйреп отырып парламентке қонжитса, ол қалай президенттен тәуелсіз
депутат болады. Мүмкін емес, болмайды. Міне, мәселенің бәрі осында. Бар билік бір адамның қолында болған соң, бәрі бір адамның аузына қараған соң, еш уақытта әділ сайлау да демократияда болмайды. Осы тұрғыдан алғанда, әрине біздің елде таза сайлау өтуі мүмкін емес. Себебі барлығы Ақорданың айтқанын қалтқысыз орындайды. Мейлі ол жерде кім отырса да, Назарбаев отыра ма, Базарбаев отыра ма, Тоқаев отыра ма, жүйе өзгермей, бір адамға, президентке тәуелді билікте бәрі сол күйінде қалады. Себебі билік сол бір жерде ғана. Осы тұрғыдан алғанда, әрине сайлау әділ өтті деп бір адам айта алмайды. Тіпті мен дұрыс түсінбесем, сіздер түзете жатарсыздар, бірақ сайлау өткеннен бері бір апта өтті, тіпті сатылатын үнемі биліктің, Тоқаевтың әр сөзін мадақтап отыратын блогерлар мен сарапшылардың мен дәл осы сайлауды мадақтап ақтап жатқанын көрген жоқпын әлі. Бұл көрсеткіш деп ойлаймын. Тіпті олар ұялса, олар бұл сайлауды ақтай алмаса, онда сайлаудың қандай деңгейде өткенін бағамдауға болады деп санаймын. Ал бүкіл билікті қолында ұстап отырған адамға реформа жасап не керек? Шын мәнінде. Ертең оның құлақ тыныштығын кетіріп, жүйкесін тоздыратын депутаттың парламентке келуін ол қабылдай ала ма? Әрине жоқ. Рысбек Сәрсенбайды депутат қылғанша, кешегідей сайқымазаққа айналған Ардақ Назаровтың парламентте тып-тыныш қана үндемей отырғаны Тоқаев үшін, жүйе үшін өте тиімді. Ал Ардақ еш уақытта Ақорданың мазасын алмайды. Жанболат Мамайды сайлауға жіберіп, егер сайлауға жіберсе, оның жеңетініне күмән жоқ әділ сайлауда. Оны депутат қылғанша, полиция басшылығына звондап, оның қолына кісен сала салған Ақорда үшін өте жеңіл жол. Және ол жолды Ақорда өзгертуге ниет танытып отырған жоқ. Сондықтан билік бөлінісі болмай, еш уақытта демократиялық жүйеде орнамайды. Әділ сайлауда болмайды. Ал оның орнауы үшін қандай жағдай болуы керек, ол бөлек әңгіме. Шыны керек, электорат бұл сайлауға үміт артып, өзгеріс күтті деп айта алмаймын. Иә, жекелеген бір мандатты үміткерлер үшін сайлауға барғандар болды, бірақ жалпы сайлау институтына сенім қайтты деген сөз емес. Оған дәлел халықтың сайлауға қатыспағаны. Мысалы, мен додаға түскен Алматыдағы нөмірі 3-ші округте небәрі 13% сайлаушы дауыс беруге келді. Иә, Алматы бойынша ресми 25% шығарған шығар, бірақ 3-ші округте біздің 184 учаскеде 184 бақылаушымыз болды, және олар әр келген адамды санап отырды. Сондықтан 3-ші округ бойынша 13% ғана адам дауыс беруге келгенін мен жауапты түрде айта аламын. Өте төмен көрсеткіш. Егер бюджет қызметкерлерін сол сайлауға зорлап қатыстырмаса, сайлаушылардың саны одан әлде қайда төмен болары сөзсіз. Бұл бірінші кезекте мемлекеттік институттарға, билікке сенімнің жоқтығынан. Бәрібір дауыс ұрлайды, бәрібір әділ сайлау болмайды, несіне қатысамыз деп санайды көпшілік. Расында да сол халықтың ойлағанындай болды. Енді кешегі өткен сайлаудан кейін келесі додаға адамдар келе ма? Дауыс берушілердің саны қандай болады деген үлкен сұрақ туындайды. Егер шындап келсек, бұл билік ойлауы мүмкін, ол тіпті жақсы. Олар бізге не керек? Ол керек емес, сондай фактор ретінде адамдарды қабылдауы мүмкін. Бірақ ол қате пікір. Әрине қысқа мерзімде халықтың сайлауға қатыспағаны, оған еш қызығушылық танытпағаны Ақордаға тиімді. Нәтижесін қалай да жасасақ та өзіміз білеміз, бұл проблема емес деуі мүмкін. Бірақ билікке сенім болмаса, халықтың шенеуніктерді әділ сайлау арқылы ауыстыруға мүмкіндігі жоғын көпшілік көрсе, бұл сөзсіз қаңтар сияқты толқудың қайталануына әкеледі. Бәрібір сайлауда өзгермейді, онда алаңда жаппай толқу арқылы өзгертеміз деген түсінік тарайды. Ол түсінік қазір де бар. Егер мемлекеттің болашағын ойлайтын бір адам болса, сол Ақордада, Тоқаевтың өзі немесе қасында, онда мықтап өзгерісті шынайы түрде бастау керек. Көз бояушылық ол ұзаққа бармайды. Егер мемлекеттің болашағын ойлайтын
Мәңгі билік жоқ. 30 жыл бойы елді уысында ұстаған Назарбаевтың жеке билігі 30 сағатқа жетпей құлады қаңтарда. Оған бәріміз куәгер болдық. Ал қазіргі биліктің ғұмыры одан да қысқа болуы бек мүмкін. Еш алданудың керегі жоқ. Осыған милары жетпесе, онда бұл биліктің де ғұмыры одан да қысқа болары сөзсіз. Әрине біз тәуелсіз үміткерлер бұл сайлаудан жай қай жағынан болсын шыңдалдық. Бірінші кезекте көзіміз жеткен нәрсе әділ сайлау болса, шындықты айтып жүрген, қудаланып, қамалып жүрген біз сияқты тәуелсіз азаматтар электоралды күреспен билікке жете алатынымызды түсіндік. Ашық сайлау болсын, биліктің қуыршақтарына емес, халық бізге дауыс береді. Жеңіс қолымызда тұрды. Халықтың сенімі, үміті бізде болды. Одан кейін сайлау технологиясын, бақылаушылық жүйені үйреніп жатырмыз. Бұл тұрғыдан алғанда болашақ үшін үлкен сабақ алдық. Сол тұрғыдан алғанда әрине сайлауға қатысқанымызға еш өкініш жоқ. Екінші жағынан біз халықтың қолдауы бар екенін баршаға көрсеттік. Тоқаев айтқан диван сарапшысы емес, және өз вакуумымызда өмір сүріп, өзімізге өзіміз қолдауды қолдан жасап алған сарапшылар емес, электоралдық потенциалымыз бар екенін сайлау учаскелерінде көрсеттік. Егер ол жоқ болса, егер билік тағайындаған кандидаттар дауысты жаппай жинап бізді жеңіп жатқан болса, онда көптеген фото, видео, фактілер фальсификацияны билік не үшін жасады? Бізді парламентке жеткізбес үшін жасады. Сол тұрғыдан алғанда әрине бұл сайлауға қатысқанымызға еш өкініш жоқ. Халық көшеге шығып жатса, олардың алдына қазіргі сайқымазақ депутаттар емес, елдің шынайы қолдауына ие біз сияқты азаматтар шығады. Себебі бізде легитимді түрде қол жеткізген электоралды жеңіс бар. Менің түсінгенім, орталық сайлау комиссиясы 2-ші орын алды деген үміткерлердің барлығы да 1-ші орын алды, яғни жеңімпаз. Міне бұл да үлкен сабақ біз үшін. Ең басты айтатын нәрсе сайлау халық пен биліктің арасында диалог орнатуға, елдің мұңын ескертуге еш ықпалын берген жоқ. Себебі естуші мемлекет деген ақорда шын мәнінде керек ғана емес, елдің мәселесіне келгенде мылқау екенін көрсетті. Себебі көптеген фальсификация, сол күнгі көптеген заңсыздықтарға ақордадан қандай жауап болды? Ресми бірде-бір жауап болған жоқ. Ал бүгін Тоқаев сол легитимсіз парламенттің алдына шығып, бұл сайлау демократияның жарқын үлгісі деген сөз айтты. 20 мың террорист менің ғана көзіме елестеген жоқ шығар. Енді өтірік айтудың шыңы да шегі де болу керек деп санаймын. Парламент Назарбаевтың кезіндегідей де легитимсіз болып қалды. Көпшілік мойындамаған соң оған ешқандай сенімде болмайды. Сөзінің құны да көк тиын. Меніңше билік мына парламентті көп ұстамай тез арада таратуы керек. Жаңадан парламент сайлауын өткізіп, оған дейін барлық оппозициялық партияларды тіркеп, әділ додаға қатыстырсын. Халық өз мұң-мұқташын парламент арқылы жеткізе алмаса, алаң арқылы жеткізеді, өз сөзін айтады. Қаңтар оны көрсетті. Оған титтей нәрсе себепкер болуы ықтимал. Жалпы түсінетін бір жағдай халық толқуы қашан болатынын еш болжай алмаймыз. Ол кешегі Түркияда болған зілзала сияқты нәрсе. Аяқ астынан басталады да лапылдап жанады. Міне, сол кезде халықтың алдына сайқымазақ депутаттар шыға ала ма? Халықпен билік арасындағы диалогты орната ала ма? Жоқ. Кім сөйлеседі халықпен? Кім диалог орнатады? Елді бір күн алдауға болады, 10 күн алдайсың. 1 жыл көзбояушылықпен айналсасың, бірақ өмірі алдап жүре алмайсың. Міне сондықтан шынайы өзгеріс болмай, саяси реформа жүргізбей, елде бір жақсылық болады деп айту қиын. Өкінішке орай, бұл сайлау биліктің легитимділігін тағы бір дәлелдей түспесе, оған ешқандай ұпайда немесе халық арасындағы сүйкімде қосқан жоқ. Ал жалпы мемлекеттік оппозиционер ретінде мен оған қуанатын шығармын, бірақ мемлекетшіл азамат ретінде бұның салдары өте қиын болары сөзсіз. Көп рахмет, Инга. Один из важных моментов, который хочется отметить, это про количество независимых наблюдателей по стране. Их все еще катастрофически мало для того, чтобы
проводить какую-то еще большую оценку, да, потому что очень важно напоминать всем, что независимое наблюдение, оно никак не оплачивается, это абсолютная гражданская инициатива, и несмотря на ситуации с давлением на независимых наблюдателей, на даже слив персональных данных, да, о которых уже писали разные фонды, такие как Еркін Қанаты, МИСК, подобные ситуации, да, они снижают количество наблюдателей. Если, я не знаю, возможно, в конце меня поправят здесь, но с 2019 года, насколько мы знаем, количество наблюдателей независимых снижается из года в год, и это происходит также, то, что Серик упоминал в начале, да, от большого разочарования не только электората, но и тех, да, кто активно пытается участвовать в политической жизни посредством независимого наблюдения. Я бы хотела передать слово Димашу Альжанову. Димаш, политолог, пожалуйста, расскажите нам о том, как вы смотрите на данную ситуацию и какие изменения мы можем ожидать в будущем. Да, спасибо за приглашение и за возможность поделиться своим мнением. Вы знаете, с одной стороны, вот то ожидание в обществе, которое сложилось после января, оно примерно подталкивало или даже подсказывало администрации президента, Токаеву, Карину, всей команде о том, что общество, в принципе, настроено на некий компромисс. Да? То есть была трагедия, понятно, что пересмотр или смена режима требует больших усилий, возможно, вызовет еще большие жертвы, но общество было склонно к компромиссу. И вот этот компромисс они, к сожалению, не использовали этот момент для того, чтобы прийти к более-менее оптимальной модели. Если вы посмотрите на институциональный дизайн, да, то есть изначально, как в прошлом году замышлялась конституционная реформа, как они пытались реформировать парламент и принять избирательную систему, то вы сразу видите, что белой нитью прослеживается одна цель – стабилизация режима. Но не стабилизация ситуации с точки зрения выгоды для общества. Потому что стабильная система, которая бы позволила обществу перманентно бороться с разными конфликтами в обществе, с поляризацией, она требует более открытой избирательной системы, более открытой политической системы. И вот если мы буквально в детали пойдем, это будет очевидно. То есть сокращение числа депутатов в парламенте. Да? То есть это исключительно делается для того, чтобы парламент держать под контролем, возвысить цену депутатского мандата и за счет этого выстроить более лояльную патронажную сеть. И вот поменялся человек во главе системы, который получил всю полноту власти, который теперь является главным распределителем ресурсов и должностей, и теперь он формирует более свое лояльное окружение. Насколько этот процесс вообще выгоден обществу? То есть 30 лет, и вот то, к чему мы пришли, да, к январским событиям, показывает, что такая модель, она помогает усилить твою личную власть как президента, но совершенно не позволяет обществу взаимодействовать с государством или представлять свои интересы в институтах власти. Второй момент – это структура нижестоящих представительных органов, да, маслихатов. То есть Назарбаев в свое время в угоду централизации сместил акцент на вертикаль. То есть он уполномочил акимов и полностью забрал власть у маслихатов. То есть депутатов, которые должны представлять общество в регионах. В итоге эта модель была полностью сохранена. То есть слепок до районных уровней и полное отсутствие какого-либо взаимодействия ниже районных уровней для общества с институтами власти, оно и привело к тому, что в январе, как правильно заметила Инга, разве вышли люди, которые были избраны, да, обществом, чтобы, так сказать, accommodate, да, то есть поставить ситуацию в состояние, когда можно прийти и договориться, да, к диалогу больше стремлению к мирному решению ситуации. А этого не получится, потому что людей, которых назначают на должности, будь то в парламент или в маслихаты, они не связаны никакими взаимоотношениями с обществом. И эти взаимоотношения, их нельзя придумать в один день. Когда у вас там случается кризис, да, и когда люди выходят на площади, эти взаимоотношения выстраиваются годами. Вы открываете политическое пространство и позволяете формироваться политическим группам. Партиям, оппозиции, НПО. И вот взаимодействие в течение 10, 20, 30 лет приводит к рутинизации деятельности этих организаций,
и реальной взаимосвязи между обществом и их представителями. И если нет честных выборов, которые эту связь устраивают периодически, там, через 4-2 года, в зависимости от системы, можно, то есть это вопрос открытый, то у вас получается более стабильное общество. На самом деле тогда это выгодно обществу. И когда у вас открывается политическое пространство, у вас меньше остается, так скажем, место для тактики, которая использует поляризацию и популизм. Вот смотрите, вы заметили на этих выборах, и вот то, что предшествовало этим выборам, уровень поляризации у нас в обществе зашкаливает. У нас сегодня стало нормальным требовать дискриминировать другую часть общества по языковому признаку. А почему так происходит? Потому что пространство маленькое для политической деятельности. К примеру, а избирательная кампания вообще не позволяет. Да? То есть для отдельных политиков типа Армана Шураева, Тайжана это вот маленькое место, маленькая платформа, где они должны разом выстрелить. Поэтому какую вы тактику используете? Естественно, которая вам приносит наибольшее количество голосов и поддержки в минимальные сроки. А это популизм и поляризация. То есть, и если нет развитой партийной системы, прошу прощения, то поляризация будет перманентно присутствовать в обществе и будет разносить его в разные стороны. Потому что ведомые краткосрочными интересами политики всегда будут склоняться к этому. И даже сейчас, если вы посмотрите, программа Токаева, да, программа Аманат, отчасти тоже популизм. Отчасти тоже попытка быстро встроиться в тренд и получить какую-то популярность за короткий период времени. И вот эти изъяны, они встроены в эту систему. И они будут постоянно, как бы сказать, размывать основу стабильности или благополучия в этом обществе. То есть мы в какой-то степени запрограммированы на постоянные конфликты. Они просто будут происходить по разным случаям, в силу того, что постоянно присутствуют репрессии. Но вот если они будут происходить, у нас не будет возможности их направить в мирное русло. Вот отличительная черта январских событий была в том, что на улицу не вышли лидеры партии, да, зарегистрированных. Они не попытались направить протест в сторону диалога и пересмотра политической системы. Что произошло? Одна группа элит направила туда дикого Армана. Да? То есть представляете, насколько мы, как в первобытном обществе, да? То есть на уровне как бы, развития политических институтов, дискуссий, взаимодействия, это было вот настолько ужасающе. А потом представьте последствия этих действий. То есть одна группа проигрывает и решает уйти с арены, другая использует насилие для того, чтобы стабилизировать ситуацию. Но не диалог, но не взаимодействие с обществом. И это то есть это в большей степени означает, что в следующий раз повторится то же самое, если такие условия будут снова воссозданы протестные. Далее мы можем посмотреть на результаты голосования. Избирательная система была изначально задумана таким образом, то, что она позволяет случиться результату, когда депутаты отдельные на местном уровне или в парламент в реальности набирают всего около десятка тысяч голосов. Один избирательный округ в Алма-Ате – это 500 000 населения. И представляете, какой уровень легитимности у депутата, у которого в реальности 15-20 тысяч голосов от всей пропорции электората. И это исключительно институциональная проблема, потому что Алма-Ата после января показала то, что это основная арена, где может взрасти оппозиция. По количеству населения Алма-Ата в равной пропорции, если нормально как бы планировать количество мест в парламенте, то Алма-Ата должна иметь 25 представителей в парламенте. Естественно, никто не хочет Алма-Ате давать такое количество представителей. И искусственно это сужается до 3 депутатов. В итоге что мы имеем? Да? То есть все побежали в эти округа, больше 30 кандидатов, все друг друга заспойлерили, но итог этих выборов будет, а по-другому он не может выстраиваться, что победивший будет иметь максимально слабую легитимность.
Поэтому с учетом вообще низкой явки по стране, почему там примерно в обед, да, начали активно скидывать бюллетени по всей стране? Потому что уже было очевидно, что у общества действительно устало, нет доверия, и необходимо даже было, не с учетом того, что они могут менять цифры на вышестоящих комиссиях, им надо было заполнить эти урны бюллетенями для того, чтобы хоть как-то это походило на всенародную поддержку. Ну и если мы перейдем к представительству. Вы помните, все мы смеялись, там, Мади Ахметов и так далее. И вот сейчас мы смотрим на парламент, и вместо Ахметова Шаталов, да. То есть мы не понимаем, как люди, которые никак себя не проявили в публичном пространстве, во взаимодействии с обществом, которые никак себя не проявили как политики, но только как кулуарные лояльные люди, там, Карина или других, сегодня получают места в парламенте. И это не просто ставит под сомнение легитимность этого парламента, это ставит под сомнение вообще, у нас есть парламент, да? И в случае, если завтра, к примеру, произойдет определенный политический кризис, а сегодня во главе системы один шал не ушел еще, а другой встал на его место, но оба старые, и оба долго не смогут держать систему, да, в том виде, в котором она есть. То есть и вопрос дальнейших изменений, преемника или реконфигурации, это вопрос ближайших 5-6 лет. Я не уверен, что Токаев и 7 лет осилит. Тогда встает вопрос, если мы резко сдвинемся к кризису, будет ли даже у людей, которые сегодня стоят во главе страны, орган, на который бы они могли опереться? Ведь когда сдвинули влияние Назарбаева и членов его семьи, никто же из парламента не вышел, не сказал, давайте мы это конституционно решим. Почему человек просто так берет и занимает пост главы Совбеза и так далее, и так далее. А если у нас в обществе нет вообще стремления к верховенству права и к верховенству определенных норм Конституции, даже если она с изъянами, то процесс будет идти так, как вот он был в Кыргызстане последний раз. Да? То есть мы в этом отношении не отличаемся, и даже у них ситуация намного, на самом деле, лучше. То есть все вот эти риски, они естественны для нас, они будут присутствовать, они как бы заложены, вшиты вот в код, в структуру нашего государства, потому что, к сожалению, мы 30 лет потратили впустую в этом смысле. И вот Токаев с его реформами, с его командой, они, к сожалению, не смогли даже на часть из них ответить. То есть полностью приоритет для стабилизации личного положения и личной власти на самом деле не равнозначен стабильности государства и более стабильному переходу общества, вернее, более стабильной способности общества эти кризисные моменты переживать. Вот я думаю, вот такая неоптимистичная у меня позиция по этой ситуации. Вот. И, к сожалению, как Серих заметил, выборы не стали хотя бы попыткой перейти к некой форме гибридного режима. То есть есть такое большое заблуждение, что если чуть-чуть дать свободы, то сразу начнут друг друга мочить. На самом деле нет. Если посмотреть на пример Грузии, на пример Украины, переход к гибридному режиму, он, наоборот, помогает сбалансировать. А если вы все-таки приходите к компромиссу с внутренними игроками, о том, что у вас не нулевая игра не с нулевой суммой, то вы можете постоянно делить власть. Да? То есть сейчас как происходит в Раде. И даже вот большинство у «Слуги народа» не заставляет внутренних игроков опротестовывать систему. То есть они не выступают против Конституции, они не выступают против избирательной системы. Избирательная система, наоборот, была принята как консенсус между всеми силами, включая там Тимошенко, включая людей Порошенко и так далее. И вот страна обрела стабильность, и она наткнулась на военный конфликт, и выглядит куда круче и стабильнее, нежели Россия. Да? То есть мы ждем, что Россия развалится, но мы не видим, чтобы Украина развалилась. Наоборот, она консолидировала общество, потому что общество стало частью государства. Оно полностью представлено на всех уровнях, и включая вот местный уровень, потому что это единственная страна, где начался процесс децентрализации. То есть все эти важные аспекты, которые бы действительно
я считаю, они как бы на первом месте должны стоять. Они сегодня даже как бы не на политической повестке. И это еще больше заставляет сомневаться общество в том, что Токаев и его команда вообще способны на реформирование. И вот последнее, еще пессимистичнее. И если мы приходим к этой точке, то, возможно, в последующем у людей будет еще больше вызревать идея, что только коллапс этой системы может привести к чему-то хорошему. Потому что, когда ничего не происходит, и ты постоянно испытываешь постоянные риски и санкции, то, конечно, лучше идти в сторону, потратить усилия для того, чтобы привести систему к коллапсу. И поэтому там Шеварднадзе так произошло, поэтому с другими Януковичем так произошло. И это должно быть неким уроком, потому что так не произойдет с Зеленским. Вот. Я бы на этом хотел остановиться. Мне кажется, достаточно напугал всех. Спасибо нашим экспертам за свой вклад. Вопрос, который хотелось бы задать, первый вам всем, я думаю, часто говорится о том, что в данный момент мы имеем дело с достаточно деполитизированным обществом, которое в политику не пытается вмешиваться, да, даже активисты гражданские, они неохотно готовы к тому, чтобы к их идентификации себя как активистов, активист тогда был лейбл политический. Исследования, которые вот мы проводили в Paper Lab в 2019 году о гражданском обществе, в 2021 году о гражданском обществе и активистах во время пандемии коронавируса, показало, что многие из тех, кто в поле гражданского общества очень долго работает, они сторонятся такого ярлыка, как политический активизм, хотя напрямую, да, каждое их действие, оно связано как раз-таки с политикой, что, возможно, также связано, да, с тезисом о деполитизации. И мой вопрос такой: какие причины вы видите того, что за последние годы мы видим деполитизацию общества? Если говорить, наверное, до 2019 года, да, до текущих выборов, но в целом, почему мы сейчас имеем дело с очень деполитизированным обществом? Ну, я, кажется, ответил частично на этот вопрос. Это результат той эволюции, которую мы пережили за последние 30 лет. Тезис о деполитизированном обществе, я думаю, что стоит критически посмотреть на него, потому что, как я уже сказал, у нас очень популярен стереотип о политическом абсентеизме казахстанцев, что политика – это не то, что интересует граждан. Все это относительно, но у нас, если сравнивать с другими странами, примерно такая же доля, ну как западными развитыми странами, примерно такая же доля граждан, которые хотят активно вовлекаться в политическую жизнь. И более того, последние несколько лет, это мы тоже фиксируем на наших опросах, запрос на политическое участие, он был ключевым. Люди хотели изменений, люди хотели, чтобы их хакимы, то есть выбирать своих хакимов. То есть это вот несколько лет назад мы проводили опрос, и когда мы предлагали два варианта: вы хотите, чтобы хакимов выбирали сами граждане или их назначали сверху, большинство выбрали первый вариант. Вот. И это то, что происходило на низовом уровне, но, к сожалению, из-за закрытости нашего политического режима вот эти тенденции, они игнорировались. И кроме того, вот этот миф о том, что политика – это не то, что нужно казахстанцам, он активно раскручивается официальной пропагандой и разными экспертами, которые прикормлены. Они очень любят публиковать фотографии митингов из Алматы и смеяться над тем, что собралось, там пришло 30-50 человек, да? Вот. Но произошел Каңтар, да, который полностью развенчал этот миф. Вот. Поэтому я думаю, что нужно говорить не деполитизация, это происходило под влиянием авторитарного давления, ограничений. Люди переставали доверять институту выборов, в целом возможности влиять на власть. Вот. Но это не говорит об абсентеизме, это говорит про разочарование, про потерю доверия. В целом есть вот то, что я сказал, антиполитичность. Вот, и я думаю, что нам, исследователям, нужно обратить на это внимание и лучше изучить этот феномен, что за ним
кроется. Спасибо. Шын мәнінде мен Серік мырзаның пікірімен келісем. Бізде саяси сана өте жоғары деңгейде. Сіз тіпті біздің ортамыз мысалы журналистер, сарапшылар, саясатта жүрген азаматтық қоғам өкілдері емес, көшедегі көлік жүргізушісімен немесе базардағы сатушымен сөйлесіңіз, сіз білетін шындықты олар да біледі. Сондықтан саяси сана бізде бар және ол жоғары деңгейде деп айтуға болады. Ал азаматтық қоғам өкілдері, журналистер немесе саясаттың төңірегіндегі жүрген азаматтардың өздерін саяси лидер ретінде көрсетпеуі, алдыға шықпауы, ол 30 жылдық Назарбаев режимінің салдары деп ойлаймын. Кім Алтынбек Сәрсенбаевтың тағдырын қайталағысы келеді, кім Заманбек Нұрқаділовтың тағдырын қайталағысы келеді. Немесе дәл қазір 1 жылдан бері біресе түрмеде, біресе үй қамақта отырған менің жұбайым Жанболаттың тағдырын кім қайталағысы келеді. Сондықтан саясатқа көзқарас, саясатқа тайталас және пікір алуандығы бізде бар, бірақ лидерлікке ұмтылып жауапкершілікті алу деңгейі ғана бізде төменірек, бірақ ол 30 жылдық тотальный репрессияның және сондай әдейі жасалған показательный өлімдер, түрмелер және қудалаудың нәтижесі ғана. Бірақ та дәл қазір қаңтар көрсеткендей қорқынышпен, алдаумен және басқа да саяси технологиялармен біраз уақыт халықты ұстауға болады, бірақ та оның да шегі болады. Частично уже были сказаны симптомы, да, или причины, по которым общество в меньшей степени вовлечено в политику. Оно никогда не бывает полностью вовлечено, так нигде не бывает. Просто есть страны, где у вас более благоприятная и невраждебная среда. То есть у вас есть партии, которые вас постоянно мобилизуют на выборы, у вас есть разные уровни выборов, вы постоянно участвуете, у вас есть неправительственные организации, которые дружат с правительством, получают, не так, как у нас, получают реальные гранты, там, заботятся о разных меньшинствах, правах. И вот на всех уровнях у вас выстраивается такая большая мозаика различных отношений общества с государством. И когда что-то происходит, вот, к примеру, как сейчас, да, премьер-министр в Израиле решил под себя подмять судебную систему, да, и общество начинает выстреливать. И все эти организации, они как бы создают вот этот фон мобилизации. И выходят тысячи людей, и они вот непосредственно участвуют. Хотя вчера они просто там смотрели сериалы, Netflix, и вообще не думали об этом. Здесь же очень сложно. Здесь цена участия очень высокая, да, потому что если вы участвуете, вас репрессируют. Если у вас есть политические амбиции, только два пути – тюрьма или земля. И в этом случае, естественно, когда максимально общество ограничивается в своей деятельности, вам еще и нужно придумать хороший нарратив к этому, да? Ну вот там незрелые, где мне столько американцев взять, чтобы построить демократию и так далее, и так далее. Алматинцы ленивые. Это на самом деле не так. То есть это то, что только должно лучшим образом также дальше увести людей от реальной проблемы и состояния. Поэтому если мы хотим с этим, от этого избавиться и видеть, что действительно общество нормально, гармонично развивается, то, во-первых, нужно несколько условий. Да? То есть это свобода. Некая форма социального порядка, которая близка к демократии. То есть, если мы идем на митинги, нас не убивают, нас не сажают. Мы должны добиться этого. Если посмотрите, в плане митингов и протестов, демократические страны, они постоянно шумят, да, то есть постоянно там что-то происходит. Это здоровое общество, где люди не ходят на митинги, вот это про нас. Это значит, нас сильно ограничили, да, и искажают нашу как бы естественную деятельность. Второй момент. Надо поддерживать оппозиционные партии, движения, интересы. Вам политики могут не нравиться, но здесь должен быть такой подход гражданской зрелости.
не нравится, но нужен отдельный полис, потому что если полностью стерилизуется все, если одна группа возвышается, она потом максимально использует свои возможности для того, чтобы присутствовать везде, во всем, максимально все подавить. И вот Казахстан – это такой хороший пример. Мы сейчас не будем заступаться за журналистов, и у журналистов потом не останется. Да? И вот об этом надо думать. И если у нас вот гражданская зрелость – это то, чему мы сами должны научиться. И, к сожалению, нет другого пути, как научиться это через постоянное вот это трение. Да? Мы ходим на митинги, мы протестуем, мы показываем свою политическую активность, мы страдаем, но вместе так мы и нарабатываем свою зрелость. Вот. И, возможно, когда будут следующие, ваши коллеги будут более зрелое поведение демонстрировать политики, и можно будет какие-то коллективные действия организовывать и достигать более эффективных результатов. Так, спасибо за ваши ответы. На самом деле у нас еще пришел в социальных сетях следующий вопрос о том, что делать обществу в случае следующих выборов, да, которые могут произойти, и как приготовиться к ним. Но я думаю, Димаш, вы частично на этот вопрос ответили, поэтому давайте, наверное, перейдем к вопрос-ответ сессии с залом. Спасибо. Камила Ковязина, PaperLab. Я наблюдала на этих выборах не в первый раз, но был такой курьезный момент, я не знаю, насколько он курьезный, но, в общем, бабушка пришла и такая говорит: за кого мне тут проголосовать? Мне нужен самовыдвиженец, пожалуйста, скажите. И там одна девушка кричит: да, вот это. А она говорит: да это же бывшая Манатовская, не хочу за нее голосовать. И мы так посмеялись, потому что она была очень такая более-менее продвинутая и осознанная. Вопрос такой из этого следует. Вот в этот раз я наблюдала за самовыдвиженцами и представителями других партий, помимо Аманата, да, сложилось впечатление, что все-таки основная деятельность была в социальных сетях. То есть каким образом все-таки нужно сделать так, чтобы люди узнавали о кандидатах, о возможности голосовать, да, не только в социальных сетях, потому что есть такие бабушки, да. То есть нам нужно продумать этот вариант, потому что вот мы, наблюдатели, будем защищать ваши голоса, но нам нужно, чтобы эти голоса были за этих людей, понимаете, чтобы их защищали. Поэтому подскажите, пожалуйста, что нужно делать самовыдвиженцам в следующий раз? Да, давайте будем готовиться. Жалпы келесі сайлауға Димаштың пікіріне қосыламын. Міндетті түрде қатысу керек, және оған дайындықты қазірден бастау керек. Және келесі сайлаудың дәл қазіргідей биліктің жасаған шеңбермен және дәл қазіргі заңдармен болмауын қамтамасыз етуіміз керек. Себебі жаңағы сайлауға дайындық шын мәнінде қазір қорытындысын қарайтын болсақ, екінші орындағы, яғни жеңімпаз болған адамның көпшілігі әлеуметтік желідегі жазылушылар саны көп адамдар. Алматы болсын, Астана болсын, басқа жақта болсын, жеңіске жеткен, шынайы жеңіске учаскелерде жеңген азаматтар, олар әлеуметтік желілерде өте белсенді және жазылушылары көп азаматтар. Ал сайлау алды бір ай дайындық деген ол өте аз екенін біз көрдік. Себебі мен қатысқан 3-ші округте 2 аудан, олардың аумағы Алатау және Әуезов ауданының, енді Алматының 3-тен 1 бөлігі, 386 мың дауыс беруші. Егер максималды жетістікке адам жеткісі келсе, онда мүмкіндігінше әр үйге үнпарақ жету керек еді, және мүмкіндігінше бір пайыздық өлшемде көбірек пайызды кандидаттың өзі қамтуы керек еді. Және мен осы жолы эксперимент ретінде соны істеуге тырыстым. Бірақ 29 күн деген ол үшін өте аз болды, және биліктің жасаған шектеулері заңы, мәселен осында демократиялық партиядан Қарағанды бойынша үміткер болған азамат отыр, Теміртасты 27 күні мен кандидат болдым деп тіркеліп, құжатын әлеуметтік желіге жариялағаны үшін оны сайлаудан алып тастады. Бірақ негізі ол өте жақсы, белсенді сайлау науқанын жүргізгені үшін алып тастаған бәрі біледі. Бірақ іс жүзінде оны сайлау алды насихатты алдын ала жүргіздің. Енді бұның өзі өте сондай
күлкілі жағдай деп ойлаймын. Саясаткер ол кез келген уақытта сайлауға дайын болу керек, ол өзін өзі жарнамалау керек, ол электоратпен үнемі жұмыс істеу керек. Сондықтан сен электоратқа осындай уақытта ғана үн қата аласың, мынандай уақытта сен үн қата алмайсың, болмаса біз сен шығарып жібереміз деген, ол өте ақымақ жағдай деп ойлаймын. Сондықтан толыққанды әр азаматпен жұмыс істеу үшін, мысалы, демократиялы дұрыс елдерде ол жылдап жасалатын жұмыс. Тіпті мысалға келтіруге келмейтін біздің көрші авторитарлы мемлекеттердің өзінде де 3 ай деген сияқты сондай бар. Ал 1 ай және оның бір қатаң сондай теміртасты алып тастаған сияқты жазалау факторлары бар жағдайда әр сайлаушыға, сол апаға мысалы ақпаратты жеткізу өте қиын. Сондықтан келесі сайлауға дайындық бір практикалық тұрғыдан ғана емес, кәдімгі заңдық тұрғыдан, басқа тұрғыдан өзгерістер, ол өзгерістерді талап етуден, қазірден, бүгіннен бастап басталу керек деп санаймын. Рахмет. Смотрите, здесь, чтобы добиться успеха и чтобы вообще наблюдение было эффективным, и самим наблюдателям надо выработать определенную стратегию. Во-первых, если у вас нет конкуренции, то наблюдать нечего. То есть в Казахстане у вас нет вы не можете реализовать свое конституционное право избирать и быть избранным. То есть это основа. Значит, надо менять избирательную систему, значит, надо заниматься изменением законов. Значит, надо добиваться того, чтобы были политические послабления, чтобы появилась оппозиция и кандидаты. И когда вы обустроите эти правила игры, которые подразумевают более свободное участие разных политических взглядов в избирательном процессе, вы можете потом усилить свое наблюдение. Во-вторых, во всех странах, если посмотрите, давайте возьмем те, что ближе к нам, да, постсоветские, к примеру, возьмем Грузию. Наблюдение в Грузии, в Молдове резко возросло после того, как сменились режимы. Если помните, в Молдове это произошло на середине 2000-х, потом также в Грузии, и сразу общество расцвело, да, появился запрос на взаимодействие с обществом, на важность выборов. Еще вот одна характерная вещь, у нас даже нет подкупа голосов. Вот подкуп голосов – это показатель, что политика чуть-чуть становится конкурентной. Почему вот предыдущие выборы в Кыргызстане, они были очень сильно характеризованы покупкой голосов? Потому что то, как люди голосуют, становится важно. А поскольку еще среда политическая не сильно развита и нет верховенства права, там, законности и так далее, то политики используют разные стратегии, чтобы привлечь эти голоса. То же самое было в Грузии, то же самое было в Украине. И вот на этих выборах не только гражданские наблюдатели, но и партийные наблюдатели, все вовлекаются. И тогда 10 тысяч участков по стране покрыть уже не становится такой дальней перспективой, да, потому что в политику приходят деньги. Не только со стороны участников, но и со стороны международных фондов, которые поддерживают независимое гражданское наблюдение. А когда ситуация как бы не показывает перспектив, то наши гражданские наблюдатели, они же копейки получают. То есть от них и нельзя требовать много, потому что сколько? Максимум 400 округов, да, можно покрыть. И то столько там, за счет краудфандинга. Это очень мало. Если сравните, сколько получают поддержку там, в Молдове и в Грузии маленькой, вы удивитесь, насколько большая разница. Поэтому и наблюдение здесь, оно сильно не профессионализируется. То есть ребята на личном уровне эксперты, но они не могут создать хорошую экспертную организацию, потому что внимание к этому маленькое, потому что все понимают, что выборы не работают и не вкладывают достаточных усилий в это. Сұрағыңызға рахмет. Мен негізі сұраққа көшер бұрын бір нәрсе айтайын дегем. Димаш, сіз Украина және Молдованы бірнеше рет атап өттіңіз. Бірақ бұл жерде ескеріп отыру керек әрқашан, иә, олардың былайша айтқанда партнерлері кім, иә, олар Восточный блок дейді ғой, Eastern блок, яғни Еуроодаққа қосылады деген сондай амбициялар бар, иә. Және ең маңызды соған жауабымыз, иә, Қазақстанға кім осындай, қалай айтсақ екен, осындай жұмыста дос деген сияқты, иә. Также вот
мы с Paper Lab делали контент-анализ социальных сетей, да, как раз избирателей. Вот Камила, вы задали вопрос. И я точно помню, что были избиратели, которые очень активны в соцсетях, у которых более 10 тысяч подписчиков. И если какие-то из них это явно действующие блогеры, у которых была активность и до этого, у многих из них мы замечали попросту накрутку подписчиков, когда количество подписчиков, например, в Инстаграме 9 тысяч, а количество лайков, все мы понимаем, как работает накрутка, составляло 20-40 человек, что показывает не естественным образом, да, собранные подобные фолловеры. Либо наоборот, либо это были люди, у которых совершенно отсутствуют соцсети, это уже другой лагерь, в котором как раз было задано в вопросе, да, что у людей нет доступа, и они как раз-таки пытаются надеяться только на листовки, которые они наклеивают на остановках, если есть деньги на автобусах, на трамваях, да, мы и такое видели. Вот. Спасибо за ваш вопрос. Мы готовы принять следующий. Вот. Менің есімім Бейімбет Молдағали, Власть интернет-журналы. Менің сұрағым Инга Иманбайға арналады. Кеше немесе бүгін қателеспесем, Мұхтар Тайжанов фейсбугында халықтық парламенттің бірінші отырысы туралы анонс болды. Ол яғни 1 сәуірде өтті деген. Мен сол туралы сұрағым келіп тұр, яғни халықтық парламенттің басты функциясы не болады, міндеті не болмақ? Жалпы сіз бұны қысқа мерзімді феномен ретінде көресіз бе, әлде ұзақ уақытқа жетеді деп ойлайсыз ба? Жалпы сол туралы кішкене айтып берсеңіз болады ма? Рахмет. Енді мен жоғарыда айтқандай, бұл сайлауға сенімсіздік өте жоғары болды. Десек те бұл билікке, аманатқа, жалпы қазіргі парламентке альтернатива бола алатындай халықтың электораттың сеніміне ие жекелеген саяси топтар бар екенін көрсетті. Және бұл халықтық парламент деген мәселе сол электораттың бір үмітін ақтау үшін, қазір өзінің бар екенін білдіру үшін құралып жатқан нәрсе. Оның жалпы түпкі мақсаты қазір не болады дегенге мен ол мәселеде инициатор емеспін. Мен ол идеяны айтқан жоқпын, және ол парламенттің құрамын жасақтаған жоқпын, себебі оның ішіндегі құрамға да менің сұрақтарым өте көп. Жеке маған Мұхтар Тайжан хабарласып, осындай бастама бар, сен сайлау нәтижесіне наразысың, және ол жерде болатын кандидаттар, олар да наразы. Біз сенбі күні бас қоссақ, сол жерге келсең, өз ойыңды айтсаң дегеннен кейін, мен иә дегеннен кейін, дәл бүгін иә мен көрдім, құрамын көрдім, пікірін көрдім, бірақ та оның болашағы, жұмысы және жалпы қандай нәтиже болуы мүмкін дегенді мен ең болмаса сенбі күні өткен бірінші отырысынан кейін, басқалардың пікірін тыңдағаннан кейін ғана айта аламын. Ал өз тарапымнан дәл қазір айтатыным, мен осыған дейін мен және мен жұбайым және біздің жақтастарымыз демократиялық партия қандай жұмыс атқардық, сол жұмысты ары қарай да жалғастыра береміз, және ол біздің басты саяси қазір өзіміздің алаңымыз. Ал қазір мен жеке экс-кандидат ретінде сол халықтық парламентке кіріп өз пікірімді айтатын болсам, ол жеке өзімнің таңдауым және өзімнің келісімім. Ал сол парламенттің болашағы мен мақсаты жөнінде мен сенбі күннен кейін ғана жауап бере аламын, себебі оның құрамына және құрылуына мен жауапты емеспін. Роман Реймер, Еркіндік Канаты, миссия наблюдения за выборами. Спасибо за выступление, мне очень понравилось то, о чем вы говорили. Мы все понимаем проблему, наверняка, так или иначе, но тем не менее мы понимаем, что система никуда двигаться не собирается, что они считают, что они здесь надолго и крепко сидят, и более того, никого не сдают. И вот мы, конечно, рассуждаем на тему того, что вот нам нужно добиваться послаблений, что добиваться того, всего 5-10, но тем не менее, каким образом, есть какая-то пошаговая, в общем, инструкция, грубо говоря, либо... В общем, суть заключается в том, каким образом нам, обществу, сделать так, чтобы они наконец-то поняли, что цена того, что сейчас делают они, в будущем гораздо выше, нежели их вот сиюминутного политического интереса. То есть есть ли какие-то эволюционные пути, а не революционные? Да. Меня зовут Ильнар.
Я точно такой же вопрос хотел задать. Смотрите, государство не собирается диалог вести с нами. Это 100%. И 30 лет уже, и сейчас это раз. Два, они не собираются нам позволять создавать партии или еще что-то оппозиции. Это два. Третье, они хотят нас атомизировать. Это три. И никакого пути они нам не дают. Специально и планомерно всегда. И вот правильно спросил, какой... то есть мы внутри этой системы мы должны жить по правилам государства этого. И получается, нам нужно играть по правилам, по их правилам игры. И какой алгоритм, вот правильно говорит, алгоритм, чтобы достичь оппозиции, обучать народ, второе, третье, это сплотить или еще что-то, какой алгоритм дальше вести внутри игры, плановой игры. То есть правила игры государства. Смотрите, государство – это мы все. Если власть узурпирована, правильно различать на режим и государство, потому что государство – это мы все. Мы формируем государство. Второй момент. Смотрите, мы можем примерно некий горизонт просчитать. Он считается, его можно перевести в цифры, его можно разбить в разные формулы и примерно расписать план действий. Да? То есть, что важно, что можно сделать. Вот, к примеру, мы можем вернуться в март прошлого года. Была ли дискуссия с нашей стороны инициирована, когда мы коллективно выступили и сказали: нет, мы не хотим 96 депутатов в парламенте, мы хотим 250. Нет, мы этого не сделали. То есть выступили ли мы с пониманием того, какую избирательную систему мы хотим? То есть достаточно ли мы зрелы для того, чтобы объединить круг экспертов, разные организации, тем, кому это важно и интересно, и выстроить это в информационном пространстве, чтобы максимальное количество людей, которые выходило на площадь, поняло идею, задумку, как можно реформировать политическую систему через выдвижение понятных и общеподдержанных требований. Вот, мы можем над этим подработать. Вот сейчас мы получили горький опыт, и теперь мы можем прийти к единому пониманию модели, какой парламент нам нужен, да, и какие полномочия нам надо отобрать у президента и передать их парламенту. Мы об этом вели дискуссию, и немало наработано в этом смысле. Но если мы какую-то понятную программу или понятный документ с разных сторон, но мы сформируем эту политическую повестку, когда все люди, как в январе прошлого года, будут говорить «шал-кет», да, но о том, какая нам нужна политическая система, я имею в виду, тогда это уже будет наше первое завоевание. Да? То есть тот контрагент, который сидит в аккорде, он будет четко понимать, уже нельзя продать глупую идею смешанной системы, уже нельзя продать глупую идею выборности сельских хакимов, потому что у общества есть четкие требования. Общество показало свою зрелость о том, что оно хочет. Второй момент, когда вы живете в диктатуре, цена вопроса она есть. Ее придется платить. Вообще стать нормальным государством и обществом, свободными людьми, надо свое место в этой жизни отвоевать. Так не бывает, что вам просто дали. И это касается и в целом нашей страны. То есть то, что мы есть, часть исторического процесса, часть международных отношений, нам не надо принимать как данное. За это придется платить очень высокую цену. И не надо бояться. Потому что по-другому не бывает. Посмотрите историю Алаш-Орды. Если бы они боялись, чего бы они добились? Посмотрите историю, кто был до них. Мир покоряется смелым, только так. То есть, правильно я понимаю, вы говорите, что эволюционных методов практически нет? Про эволюцию. Просто вы должны четко понимать, что вам надо. Если вам суют закон о митингах, закон о СМИ, вы должны четко говорить: мне это не надо. Если у вас нет мнения, и вы не постарались никак за 20-30 лет своей жизни это мнение себе заиметь, то тут вопросы только себе, конечно, в этой части. Кеш, есімім Фарида. Мен сұрағым Инга ханымға болады.
мынау әлеуметтік желілерде мынандай пікір бар қазір, тәуелсіз кандидаттарды жеңісін күту үшін қандай жұмыс атқарылу керек еді деген ұсыныстар бар. Бұл енді эксперттік ортада да, қоғамдық ортада да қазір көп таралып жатыр мындай пікір. Олар айтады, мысалы, бір лидердің айналасында барлық кандидаттарды топтастыру керек еді дейді. Мысалы, Динара бар, сіз өзіңіз барсыз, Тайжан деген секілді. Осы барлық мүдделердің өзінің дауыстарын бір адамның, бір фигураның айналасында топтастырған кезінде мүмкін бір тәуелсіз кандидат шығушы еді деген сияқты төрге. Соған өзіңіздің ойыңыз қандай? Енді бағана Димаш айтқандай, Алматыға 3 қана орын берілді, және басқа округта ондай мәселелер болды, бірақ 3-ші округта емес, және маған қатысты емес. 3-ші округта нағыз тәуелсіз және электоралдық потенциалы бар, мен жалғыз кандидат болдым. Егер басқа мен сияқты билік оппоненттерінен адамдар болса, мен сөйлесуге, компромиске келуге дайын едім. Бірақ бастапқыдан-ақ Ермұрат Бәпидің маған қарсы қойылған биліктің адамы екені түсінікті болды. Және мен 3-ші округқа барып тіркелгеннен кейін 4-5 күннен кейін барып Ермұрат Бәпи тіркелгенде, мен ол кезде енді жала жапқандай еш дәлелсіз оны сайлау науқаны бастала салып қаралауға көшкен жоқпын. Бірақ түйсік және түсінік мен барған округқа барып, ол тіркелген күннен басталды. Және ол Ақорданың сондай лас саяси ойындарының бірі болды. Себебі Ермұрат Бәпи 25 жылдан бері шынымен дат газетін шығарады, және 15 жыл біз саясатта жүрген уақытта Жанболат және мен даттан артық біз туралы жазған, біздің үнімізді берген басылым болған жоқ. Оны мойындау керек. Және бұл жерде егер мен кез келген басқа адамнан тырнақшаның ішінде жеңілсем, мен қарсы шығатынымды, наразы болатынымды білді. Бірақ сонша жыл араласқан, таныс, жасы бар, сақалы бар дегенде Ермұрат Бәпиге мен қарсы шығады деп ойлаған жоқ. Сондықтан маған қарсы қоюға ең ыңғайлы кандидатура ретінде Ермұрат Бәпи таңдалды. Және ол халықаралық қауымдастыққа да өте әдемі түсініктеме болады да. Мен журналист, құқық қорғаушы болсам, ол да елдегі соңғы тәуелсіз басылымдардың бірінің редакторы. Сондықтан неге Инга Өтпет дегенге наразылық бар, ал Ермұрат Бәпи 25 жылдан бері шығарады мысалы. Сондықтан бұл тұрғыда маған қатысты сұрақ жоқ деп ойлаймын. Өйткені егер шынайы тәуелсіз болса, егер пікір бір жерден шығатын болса, онда сөйлесуге, диалогқа келуге және дауысты бөлмеуге күш жұмылдыруға болар еді. Және ондай диалогқа жеке мен де дайын болдым. Ол жақта мен бір өзімнің амбициямен сайлауға түскен адам емеспін. Бірінші содан бастасақ, мысалы, егер бір жылдан бері менің күйеуімді қамап, үйде ұстап, сайлауға қатыстырмай қоймаса, мен ол сайлауға мәселен қатыспас та едім. Сондықтан бұл жерде бір амбицияның мәселесі емес, 3-ші округта таңдау болған жоқ. Диалогқа келетін, келісетін, бір шешімге келетін жағдай болған жоқ. Аптасына бір рет хабарласып, қандай мақалаңды газетке басайын деген Ермұрат Бәпи мен кандидатурамды тіркеген күннен бастап маған хабарласуды қойып кетті. Ол қойып кеткеннен кейін оған хабарласу еш нәтиже бермейтінін мен де түсіндім. Және кейін оның агитациясын әкімшілік жүргізе бастаған кезде әлеуметтік желілерде оның сенімді өкілінің бірі Алатау ауданының әкімінің орынбасары екені туралы құжаттар шыққан кезде, енді қайдағы диалог, қайдағы келісім, мен кіммен сөйлесуім керек еді? Рахмет. Всем здравствуйте, меня зовут Илшат, я школьник, и с позволения организаторов я хотел спросить, могу ли я задать два таких коротких вопроса персональных? Все, спасибо. И первый вопрос у меня адресован будет Серику. Вообще, как бы
с чего бы начать? Первое это то, что я, пока ехал на это мероприятие, прочитал социологические исследования, по результатам которого стало ясно, что молодежь, она максимально аполитична. И второе доказательство в пользу этого, это то, что средний возраст самовыдвиженцев – это 40 лет. Это мужчины middle age. И это несмотря на то, что вообще в мировой практике мы часто видим тренд того, что молодежь, в особенности студенты, это такие некие драйверы протестных настроений, потому что они не обременены семьей, работой и так далее. Почему, на ваш взгляд, в Казахстане молодежь, напротив, она максимально политична, и что может это изменить? И второй вопрос, он предназначен для Димаша. Как вы думаете, не кажется ли вам, что наш эстеблишмент в лице Касым-Жомарта Токаева и администрация президента будут проводить политику, которая будет похожа чем-то на просвещенный абсолютизм, целью которого будет стабилизация режима и будут происходить точечные, в первую очередь, экономические реформы? Спасибо большое. Очень хороший вопрос. Насчет молодежи. Здесь нужно делить. Молодежь – это очень большая группа, и я, например, мы видим по данным, что молодежь до 24 лет – это в основном студенты. Они на самом деле очень сильно то есть совсем не интересуют, чаще не интересуются политикой, меньше ходят на выборы. И это, первое, объясняется жизненным циклом. То есть люди в том возрасте, когда их интересуют другие вещи, и политика – это не совсем приоритет. Второй момент, что наши студенты – это в основном люди, которые получили гранты от государства. То есть если посмотреть количество грантов, которые выдает каждый год государство, то количество с каждым годом растет. И это очень удобный механизм для того, чтобы держать студентов под контролем. И я точно расчетов не помню, но какой-то год каждый третий выпускник школы имел шанс получить грант. Это очень много. И университеты у нас это небольшие островки авторитаризма, где деканы, проректор, преподаватели, кто еще, коменданты общежитий, они все занимаются тем, чтобы не допускать максимально студентов к политике, к митингам. Перед 16-м выбором вы все знаете, что всех отправляют в каникулы, несмотря ни на сессию и так далее. То есть это уже как бы помимо того, что возрастная особенность, есть еще системный фактор в виде существующей политики. Но, тем не менее, есть такой парадокс. Вот январские события, кто был актив движущей силы, это опять молодежь. Молодежь в среднем 25 лет, 30 лет. Поэтому, когда мы видим картину, которую показывают опросы, нельзя ее сразу переносить на то, что вот, как бы обобщать и говорить на уровне молодежи, которая... То есть, в любом случае, молодежь в любом обществе – это наиболее активная часть. В случае чрезвычайных событий, в случае мобилизации именно молодые люди в любом случае будут идти первыми действовать, первыми выражать недовольство, идти на противостояние с правоохранительными органами. Это во всем мире происходит, и Казахстан совсем не исключение. Поэтому здесь... Опять же, очень я призываю не поддаваться опять пропаганде и манипуляции в том, что у нас молодежь какая-то не такая. То есть мы, в принципе, мы часть мира, мы такие же, наши молодые люди такие же, как во всем мире. Всего. Спасибо. Я коротко добавлю как раз про молодежь. Знаете, в университете, где я училась, в Казахстане также по гранту, в 2019 году, когда происходил президентский транзит, одна девушка, возможно, многие помнят эту ситуацию, написала Оян, да, на своей шапке выпускницы. А в 2019 году она была одна, и в этом году, точнее в 2022 году, в этом же университете во время выпускного таких шапочек, украшенных уже в поддержку жертвам Хантара, также в знак солидарности с украинцами, таких человек, я сейчас, наверное, не скажу точную цифру, но было около 3, что очень, конечно, маленькая пропорция, но мы видим, что медленно и цифра растет как раз в подтверждение того, о чем только что Серик говорил. И это был Назарбаев университет, да? Важная ремарка. Показательно. Вы знаете, я немного пессимистичен относительно потенциала и способности Токаева и его администрации действительно сделать значимые реформы в экономике.
за 30 лет очень сильно срослось многое. Да? То есть в Казахстан, если его даже брать какие-то примеры, он не может стать там, автократией успешной экономической Юго-Востока Азии, да, там примера 20-15 лет назад. Не получится. Здесь для того, чтобы экономика заработала действительно, нужно тоже немножко дать больше свободы. То есть обеспечить хотя бы на уровне первичной там, апелляции честность судов. Чтобы суды честно работали, все-таки нужно снимать президентский контроль. Сейчас, после января, этот президентский контроль увеличился над судебной властью. Что касается эффективности бюрократии, вот сегодня выступая, он говорил, мол, чиновники не берут на себя смелость. А как они будут на себя брать смелость, если вся бюрократия выстроена таким образом, то, чтобы она подчинялась и была в зависимости? То есть бюрократия не профессионализируется сильно и не становится отделенной от политики, потому что тогда она не будет склонна исполнять определенные политические решения, которые нарушают закон, даже в условиях авторитарной системы. И это для них создает еще больше риска дисфункциональности всей модели управления. Поэтому, если мы хотим жить в процветающей стране, это должно быть общее понимание всех, что мы отходим от авторитарной модели. Потому что сейчас, особенно с наличием постоянного дохода от продажи углеводородных ресурсов, мы просто в неком таком бабле, да? И он не может быть просто иначе эффективен. Потому что система распределения, она позволяет президенту держать контроль. Почему везде вертикаль? То есть у нас в России мы одинаковые в этом смысле. И никак не можем от этой модели отойти. Вот почему я боюсь, что только внутренний шок позволит ей коллапсировать, и, возможно, что-то новое появится. Но если какой-нибудь гениальный реформатор появится там, это было бы здорово, но там таких людей, как вы видите, их не держат. И даже вот сейчас, я не знаю, идет ли дискуссия вокруг людей, которые формируют ближайшее окружение президента, о том, как реформировать, сложно сказать. Прошел целый год, обещали убрать Самрук Казына, обещали снизить присутствие государства в экономике, но не сделали это. Обещали пересмотреть процесс, как решить проблему, да, концентрации больших экономических ресурсов и в руках семьи первого президента и ближайшего окружения и там подручных олигархов, не решили. То есть это очень серьезные вызовы, которые стоят перед страной, и нужно иметь серьезное политическое подспорье, сильную легитимность, чтобы с этими вещами справиться. Ну а если ты получаешь власть с рук первого президента, ты прикрываешь первого президента, ты никак не решаешься на серьезные реформы и все смотришь, как бы твоему положению шаткому это не навредило, то встает вопрос, а этот путь вообще приведет к серьезному реформированию или нет? И прошел год, серьезных инициатив не было выдвинуто, и наоборот, как только спал общественный протест или нажим, да, или давление, мы видим, что все возвращается снова на круги своя. Потому что в прошлом году нам говорили, нет, мы одумались. Мы вот позволили им просто там слишком много творить, мы так больше не будем делать. И вот сейчас снова происходит будто бы то же самое, что и раньше. Да? Начиная от того, как этот режим выглядит, какие лозунги он ставит там на центральных улицах Алматы, и ты такой будто бы снова, да, опять мы вернулись к этому. Да? То есть, но я не думаю, что эти люди способны просто по-другому сделать. Я бы хотел бы ошибаться, очень хочу ошибаться, но я не думаю. Менің атым Шоғай Бағдәулет. Мен Назарбаев университетін бітірген болатын. Менде мындай сұрақ. Бәріңіз білесіздер, біздің елде саясатты политтехнологтар жасайды. Осы сайлау және 2022 жылғы сайлау бұл бір логикалық цепочканың жалғасы емес пе? Себебі деген осы Тоқаевтың сроғы 2029-да бітеді, ал бұл парламенттің мәжілістің сроғы 2028-де бітеді. Және ол осындай патронажный система құру арқылы Тоқаев және оның айналасындағы политтехнологтар келесі сайлауға дайындалып жатқан жоқ па? Конституцияны өзгерту арқылы, может конституция өзгерту, может там Назарбаевтың жолын қолдануға, немесе там Атамбаевтың жолын қолдануға, сондай бір Путиннің
Путиннің жолын қолдануға дайындалып жатқан жоқ па осындай жасанды мәжіліс дайындау арқылы? Смотрите, одна из основных проблем, то, что мы никак не можем стабилизировать конституционную архитектуру, да, то есть она всегда будет меняться под интересы президента, потому что он контролирует парламент, судебную систему, а внутри страны нет политических игроков, чьим мнением он должен считаться или к компромиссу проходить, когда вот изменения проводятся. Поэтому то, что было нам обещано, 7 лет и 1 срок, это не конец, конечно, да, потому что Конституция Казахстана может меняться по-всякому. Обратно, как мы можем перейти к ситуации, когда все-таки мы можем, скажем, некую переходную хотя бы Конституцию принять и ее зафиксировать? Для этого нужно, чтобы само политическое поле было фрагментировано, раздроблено, чтобы не было одной силы, доминирования одной партии или там администрации президента, и когда игроки становятся друг другу противовесами. Второй момент, ну, если как в цивилизованных странах, то только независимая судебная система может быть гарантом прав человека и незыблемости конституционного строя. У нас в Конституции написано, что президент. Вот эту строку надо оттуда убирать, да, чтобы уже здесь четко понимать, что мы хотим по-другому. Вот. Как мы к этому придем? Ну, здесь, видите, варианты разные. Если проявим какую-то гениальность, человечность и прочее, может быть, получится там, как в восточноевропейских странах, да, когда мирно и так далее. А если как в постсоветских странах, ну вот Кыргызстан, Молдова, Беларусь, у нас везде один паттерн, да. И на самом деле, когда вот мы сегодня ведем эту дискуссию, мы же не одни, это же случалось 15-10 лет, и нас все постсоветские страны к этому ведет, потому что сама политическая система, она нестабильна, вот то, что получилось после развала Советского Союза, и она будет время от времени коллапсировать, то есть она может быть цикличной, то есть один диктатор заменяет другого, она может снова на какое-то время консолидироваться, но если она не придет к этому эквилибриуму, да, то мы всегда будем вот так на горках кататься. И это не значит, что нас ждет светлое будущее. Оно может быть самое разное на самом деле. Негізі сіздің айтып тұрғаныңыз дұрыс, ешқандай да диктатор өз қолынан билікті бергісі келмейді. Және біз түсінуіміз керек, Тоқаев реформа жасай алмайды, себебі 30 жылдық Назарбаевтың режимінің және осы жүйенің архитекторларының бірі Тоқаев. Назарбаевпен бірге қатар осы саяси режимді құрған адамдардың бірінен осы саяси режимді өзгертуді күту меніңше ақымақтық. Біз қазірден бастап оны өзімізге түсініп алуымыз керек. Ал мұндай жағдайда өкінішке орай бірақ шешуші фактор қалады. Ол алаң. Және дәл қазіргі Тоқаевтың саясатымен және қазіргі оның қасындағы политтехнологтарының ой өрісінің деңгейімен өкінішке орай біздің тағдырымызда, болашағымызда шешетін, тіреліп тұрған алаңған екенін біз көріп отырмыз. Екінші мәселе қоғамның оған дайындығы, қоғамның сол кездегі жағдайға өзін өзі дайындығы. Қазір біз соған дайындалуымыз керек сияқты. Қаңтар қанды нәрсе қайталанбайтындай. Бірақ биліктің барлық әрекеттері өзгерістің тек алаң арқылы болатынына итермелеп келе жатқанын біз ашық көріп отырмыз. Бірақ та әрқайсымызда қаңтардың қанның қайталанғанын қаламаймыз. Сондықтан қазіргі дайындық сол кезде қаңтар қайталанбайтындай, қан төгілмейтіндей жағдайға келтіру болу керек. Және ол тұрғыдан, егер титтей ақылдары болса, билік ең болмаса осы өткен сайлауды дұрыс жасау керек еді. Және халықтың, электораттың шын сеніміне ие бірнеше депутат болатын болса, сол кезде алаңда халық пен биліктің арасындағы диалогты орнататын ең болмаса бірнеше көпір болар еді. Ал билік қазір өкінішке орай ол көпірді қалдырған жоқ.
Меня зовут Алан Бесен, экологический активист. Вопрос Инге Ханым. Планируете вы баллотироваться в президенты через 6? Ну, вам уже будет 40 лет, у вас полностью есть возможность. 40 лет это одно, а 5 лет госслужбы у меня точно нет, потому что с 18 лет я осознанно никогда не работала в госслужбе, да? Ну, как и я, как и мой супруг, и вообще осознанный человек при этой системе в госслужбе работать не может. Поэтому это вообще такой... Мы не можем ни на что претендовать, пока есть правила игры этой власти и их законы. Пока есть закон, ладно, 40 лет, мне будет 40 лет, но 5 лет, если не уберут, у меня даже формально нет права баллотироваться. Спасибо. Поэтому вопрос пока не ко мне. Сайлау туралы сұрақ қойсам деп едім. Өзім осы сайлаудың кезінде өз еркіммен бір жеке тәуелсіз кандидаттың штабына барып жұмыс істедім, бақылаушы болдым, көрдім, барлық ситуациялармен таныспын. И сол осы сайлаудың кезінде жеке шығып жатқан кандидаттар болсын, партиялар болсын, политтехнолог деген сөзді көп айтты. Эксперттер тарту, солардың қызметіне жүгіну. Сіздерге енді экспертсіздер сұрақ мүмкін біреуге сондай консультация мүмкін берген боларсыздар, мүмкін жоқ. Егер сондай бір ситуацияда модель, егер ақыл айтқан болсаңыздар, қандай ақыл айттыңыздар? Егер ондай жағдай болмаса, елестетіп көрейік, не айтар едіңіздер осы сайлауда? Бұл бірінші сұрақ. Екінші сұрақ эксперттер туралы. Бізде осы сайлауға дейін көп эксперттер жаңағыдай реформа туралы, өзгеріс туралы көп айтты, жазды, талқылады әртүрлі жерлерден. Сайлау өтті, ол эксперттер қайтадан шығып сол алаңдарда, реформа болмаса да өзгерістер болып жатыр деген сыңай сондай месседжер айтып бастап жатыр. Мен білмеймін енді, ол жаңағы квази сектордегі, сол жаңағы әртүрлі мекемелерде жұмыс істеп жүрген эксперттер шығар. Енді сіздер эксперттер ретінде сондай мамандарға не ақыл айтасыздар, не кеңес бересіздер, маған қызық. Қандай жақсы сұрақтар. Бірінші сұрағыңызға мен политтехнолог емеспін, біз зерттеушіміз, бірақ та ешқандай кандидат, ешқандай партия сайлаудың алдында зерттеуменен тапсырыспен келген жоқ. Біз сауалнама жасадық, бірақ жаңағы қолдаушылар, донорлардың қаражаты арқылы. Бұл да негізгі көрсеткіш біздегі нарықтың, саяси нарықтың күйінің көрсеткіші. Дамыған демократиялық елдерде, сайлау жаңағы әділ өтетін елдерде, мұнда саяси технологтардың, сосын зерттеушілердің нарығы қалыптасқан. Яғни, экзит пол деген нәрсені білесіздер, ол сайлау күні жасалынатын сауалнама, сол шыға берсе, опрос алып жаңағы кімге дауыс бердіңіз деп сұрайды. Біздегі экзит пол ол пропаганданың құралы, өкінішке орай. Білесіздер, сағат 12-де 2 компания, 3 компания айырмашылығы 1%, 0,5% бірдей нәтижелерді береді. Сайлаудың алдында жаңағы компаниялар нәтижелерін береді, бірақ барлығы сол тағыда саяси жүйенің шешімін легитимизация жасау үшін арналған құрал. Сондықтан да маған партиялармен де кандидаттармен де жұмыс істеу қызық болар еді. Тәуелсіз кандидаттарменен, бірақ 2 ай өте аз уақыт, оның үстіне ресурс көбінде жоқ ондай, оны білемін. Сондықтан да бірақ бізде мынау бақылаушыларменен коллаборация жасауды ойлағанбыз. Жаңағы бақылаушылар арқылы сайлау күні жаңағы бақылаудың негізінде зерттеу жасау, явка қандай болды, кімге дауыс берді деген, бірақ өкінішке орай бақылаушылар аз болды да мүмкін. Біз пейперлап емес, біз медианет арқылы ол рұқсатты алдық. Себебі медианет деген біздің партнер ұйым Алматыдағы, олар журналистік ұйым, әрең дегенде берді, бірақ кейін өздері өкініп қалған шығар. Себебі дәл біздің мәліметтер оларға өте қатты тигенін білем. Өйткені біздің көрсеткіш бойынша аманатқа тек қана 20% ғана дауыс береміз деп айтқан болатын.
Сосын жаңағы екінші сұрағыңыз эксперттерге байланысты. Мен өзім осыдан 3 жыл бұрын тұңғыш президент қоры жанында think tank бар, сода жұмыс істедім. Сондықтан жаңағы биліктің шешімін қолдап комментарий жазу деген нәрсені өте жақсы білемін. Ол жерден кетіп қалған себебімнің бірі де сол. Себебі сен ол тіпті мынау эксперт болғанның өзінде де, егер сенің алатын қаржың, ақшаң қандай да бір сол жүйемен байланысты болса, онда сен сол жүйеге байланып, сол жүйенің солдаты боласың. Сондықтан мен қазіргі сол легитимизациямен, пропагандамен айналысып отқан эксперттерге жаным ашиды, шынымды айтсам. Араларында достарым бар, таныстарым бар. Фейсбукта суреттерін жазғандарын көріп, ананы қандай ішкі бір арпалыспенен жазғанын түсінемін. Өте жақсы түсінемін олардың кейін, бірақ енді сол енді ақша табу керек, бала-шаға бағу керек, ипотека төлеу керек деген сияқты күнделікті жаңағы тұрмыстық қажеттіліктер бар. Сондықтан оларды бір айыптауға бір моральды құқым жоқ. Дегенменен де бұл да бір жүйелі проблема екендігін білуіміз керек. Сондықтан бізде былай ғой, или сен мемлекеттен қаржыласын, или сен халықаралық донорлардан қаржыласын, бірден жаңағы сені пропаганда иноагент, ол шетелге жұмыс істейді деген сияқты менен мейлінше манипуляция жасағысы келеді. Сондықтан таңдау жасау керек болады, ерте ме кеш пе. Сол менде қазір өте қуанамын сол жұмыстан кеткеніме, өйткені кішкене бетім ашық, ұйықтағанда тыныш ұйықтаймын. Жалпы жаңағы айтқан пікір ол саяси сарапшыларға ғана қатысты емес, журналистерге де қатысты. Менде шынымен мемлекеттік бақта пропагандада жұмыс істейтін журналистерге қатты жаным ашиды. Себебі олардың өз парақшасында немесе бақта жазған жазбалары басқа болады да, маған жекеме жазғандары басқа болады. Кейде ойлаймын, этикаға түкіріп, солардың жекеме жазғандарын бір күні шығарам ғой деймін. Расымен сосын ең басты нәрсе сол эксперттерге қатысты да, журналистерге де қатысты да, андай намыс, ұят деген ұғымы бізде намыс, ұят деген ұғымды бізде тұрмыстық қажеттілік басып кеткен да. Себебі олар мысалы жекеңе жазған кезде енді маған да бала асырау керек қой, менің де осындай кредитім бар еді ғой, үйім ипотекада еді ғой деген сияқты нәрсені айтуға арланбайды, намыстанбайды, және өзінің сол істеп тұрған әрекетін дұрыс емес екенін мойындай тұра, бірақ та өзін ақтағысы келеді. Сол нәрсе енді мен білмеймін онымен қалай күресу керек екенін. Сол айтамын ғой, кейде олардың тапсырыс берушілерінің алдында да масқаралап соларды шығарғым келеді. Бірақ этика маған ондайды жібермейді. Ал екінші тұрғыдан сарапшы емес, қатысқан, енді мен саяси технологпын деп айта алмаймын, толыққанды өзімді саясаткер деп те айта алмаймын. Мен журналистпін, құқық қорғаушымын, менің күйеуім саясаткер, күйеуімді қамап қойғаннан кейін мен қазір саясаткер болып жүрмін. Бірақ осы сайлауға қатысқан және тәжірибе алған адам ретінде мен айтар едім, сайлауға қатысу керек екен. Жалпы ол дұрыс тәжірибе тұрғысынан да, және қоғамды ояту, үйрету, дайындау тұрғыдан да. Мен шындығы керек, бұл режимнің ұзақтығына, бұл биліктің осылай мәңгі тұратынына сенбеймін. Қазіргі билікте Назарбаевтағыдай 30 жыл жоқ, 30 жыл емес, тіпті 10 жылда жоқ деп ойлаймын. Егер тез арада өзгеріс болмаса, онда өзгерісті жасайтын халық бар. Сондықтан халықпен диалог, халықпен жұмыс, электоралды жұмыс өте маңызды фактор екен, және оны пайдалану керек деген ақыл кеңес айтар едім. Рахмет. До того, как эти выборы были объявлены, две группы обратились ко мне, к моим друзьям, чтобы мы им помогли как-то вот определить их политическую платформу. Эти партии так и не зарегистрировали. Но дискуссия была самая разная, и мы пытались им объяснить, что вы иногда берете слишком общие темы.
Во-первых, если вы хотите участвовать в выборах, вы должны заранее позаботиться о правилах игры. Если вы не боретесь за правила игры, то считайте, вы их проигрываете. То есть эти выборы, они очень хорошо показали, да? Избирательная система, она как формула. Там плюс-минус определенные факторы, но она дает определенный результат. Если они закладывают результат, то что они при любых обстоятельствах себе берут 70+% парламента, то там вы должны четко определить, где ваша ниша. Вот Бапи определил, да, и залетел, а остальные не определили и остались вовне. Вот видите, это тоже как бы разное применение стратегии. Второй момент. Если вы хотите быть популярными в Алмате, вы должны бороться за выборность мэра Алматы. А там рассказывать про какие-то фантастические проекты на всю страну в Алмате, это, ну, как бы, да, хорошо, но другое важно. И на этих выборах все это упустили. Да? То есть какие-то вещи взяли из выступлений там, Токаева о каком-то там законе, статусе Алматы, да, но чтобы весь этот как бы информационное пространство забить всей чепухой, но серьезного взаимодействия с горожанами не было. Мы советовали всем обращаться к социологам. Прежде чем что-то начинать, вам нужны цифры. Если нет цифр, бесполезно, то есть в темную работать. Трата больших ресурсов просто так. Ну, пока вот этого профессионального подхода к этому нет. Ну и понятно, потому что они взвешивают свои риски. И вот я часто выступал, критиковал, называл их политическими предпринимателями, потому что им фиолетово на самом деле. То есть вот как бы стратегия Бапи это больше ближе, потому что можно в какой-то момент сторговаться, можно проскочить, можно что-то получить, там не мандат, но еще что-то. И это вот и есть пик политической деятельности, потому что претензий на верховную власть у них нет. Соответственно, и по-другому они взаимодействуют и проявляют себя в открытом пространстве. Сәлеметсіздер ме? Менің атым Айым. Мен Қазгызу немесе Казгиу университетінің бірінші курс студентімін. Сұрағым мынандай күрделі, сондықтан оқимын. Камила ханым басында саясат өте лас, жағымсыз алаң деген пікір қалыптасқан секілді деді. Алайда халық расымен дәл осы себептен саяси мәдениет қалыптастыра алмай жүр ме? Әлде бізде саясатқа араласу өлімге тең болғандықтан ба? Демек, қазақтардың жалпы отандастарының амбициясын жойып жатқан саяси алаңның ластығы, интрига көптігі ме, әлде өлім алдындағы қорқыныш па? Сондай болса, саясаттан қайтыс болу тренді күндердің бір күні Қазақстанда тоқтай ма? Почему у нас нету в оппозиции системы разоблачения? Допустим, есть обещание президента или акимов и всех чиновников, да, допустим. Почему оппозиция не ведет список этих обещаний и не разоблачают? Это раз. Во-вторых, разоблачение законов, допустим, собирается вносить там какие-то законы на Конституцию или еще куда-то против народа, а почему их не разоблачают заранее? Это второе. Третье, это как у Навального, почему нету ФБК, там, фонд борьбы с коррупцией, чтобы разоблачать всех акимов, которые, или всех чиновников, которые, ну, это самый главный инструмент для мотивации народа, то есть, чтобы народ проснулся к политике. Қайырлы кеш, Ризат Телебаев. Менің сұрағым Инга ханымға. Сайлау қорытындысы бойынша наразылыққа қарсы айтылатын көп нәрсенің бірі, бұл уайымдайтын қатты ештеме жоқ, бір жылдан кейін қайтарып алу, мандатты қайтарып алу мүмкіндіктеріңіз бар деген секілді кішкене ашуды басқысы келеді. Сол себепті бір жылдан кейін түсінікті болжау қиын не болатынын, бірақ та бастамашыл топты жинақтап, біртіндеп бір жыл жұмыс атқарып, бұл мүмкіндікті қолданасыз ба? Өзіңіздің округіңіз бойынша әлде қолданбайсыз ба? Мүмкіндік ретінде міндетті түрде қолданам, және бұны тіпті мен емес, сол жерде қатысқан басқа кандидаттардан ондай ұсыныс болғанын, және қазірден бастап Ермұрат Бәпидің әр сөзін жазып отырамыз, белгілеп отырамыз деген болды. Сондықтан бұл мүмкіндік саяси инструмент ретінде берілгеннен кейін оны пайдалану өте дұрыс деп санаймын. Мұнда оппозицияға қатысты, оппозицияның жүйелі жұмысына қатысты сұрақ қойылды. Біз жүйелі түрде Жанболатты қамағанға дейін әкімдерді, чиновниктарды, барлық байлығын, активтерін, туыстарының активтерін шығаратын фильмдер жасадық. Бауыржан Байбекпен ол кездегі
Нұр Отан басшысы, яғни партия бойынша Назарбаевтың орынбасарымен 1 жыл бойы соттасып, дәл қазір мен және Жанболаттың үйқамақта отырғаны 1 жылдан бері сотталып жатқаны бір бөлек әңгіме. Ал біз сондай зерттеу фильмдері үшін жүргізуші куәлігінен айырылған адамдармыз. Қазақстанда сондай да шешім бар. Бауыржан Байбекпен 1 жыл бойы соттасып, ақыры соңында ол кезде қазіргідей Кипрда қашып жүрген жоқ, қаңтар әлі болған жоқ. Бауыржан Байбек күшінде болған кез сот шешімі Жанболат екеумізді айыпты деп танып, YouTube арнамыздағы Бауыржан Байбекке қатысты фильмдерді өшіру туралы шешім шығарды. Әрине, енді принциптік тұрғыдан біз ол фильмдерді өшірген жоқпыз. Одан кейін барып, сот орындаушылары арқылы өшіруге мәжбүрлеу әрекеттері басталды. Және сол әрекеттерінің ең ақымағының бірі деп айтуға болады. Чиновниктің ұрлағаны туралы фильмді өшірмегеніміз үшін бізді жүргізуші куәлігімізден айырды. Қазір 2 жылдан астам уақыт болды. Жанболат та мен де көлік жүргізе алмаймыз да. Енді сондықтан біз басқалардың мысалын көп айтамыз. Навальный дейміз, Саакашвили дейміз. Бірақ та өзіміздің ішіміздегі бар адамдарды қадағалап, қарап, бағалай білуді де үйренуіміз керек. Қоғамның ересектігі, есеюі содан басталады деп ойлаймын. Рахмет. Оппозиция в Казахстане, она разгромлена, ее не существует институционально. То есть вы видите отдельных политиков, активистов, но оппозиции как института ее нет. Поэтому нет никакой организованной, осмысленной деятельности. Есть деятельность, которая только встраивается вот в маленькие пространства. Да? То есть как вот партия Жанболата Мамая, как Инга делает, как там, Мухтар Абулязов пытается своими активистами здесь что-то делать. В остальном никакой осмысленной деятельности нет, потому что само пространство и давление постоянное не позволяет ей разрастись. Как эту ситуацию можно изменить? Мирным путем. Если мы добьемся, к примеру, усложнения самой политической модели, то есть появятся, условно говоря, 3 точки с местными выборами: Чимкент, Алмата, Астана. Это уже создает немножко совершенно другое взаимодействие между президентом и избираемыми должностными лицами. К примеру, во многих странах, Стамбул, в Турцию возьмите, в Стамбуле, да, история с мэром, постоянные баталии Зеленского с региональными сильными мэрами Львова, Днепра, Одессы, хоть там и частично мафиози заняли эти должности, это позволило сильно фрагментироваться политическому полю. Эти сильные мэры создали свои партии. И теперь процесс намного сложнее в Украине. А когда вы контролируете большой город, вы влияете на то, кто избирается депутатом из этого города. И уже не президентская администрация это решает. И вот мозаика власти усложняется. И в этой мозаике усложнения вы можете найти свою нишу. И тогда имеют шанс вызреть политические партии регионального уровня, потом станут национального уровня. Другой путь – это ждать снова раскола элит. Вот один был с ДВК, но мы все проспали, мы не смогли их защитить, их раскулачили, и теперь нет оппозиции. Будет ли второй такой раскол? Сейчас есть некие какие-то контуры, да, но и те не устраивают, да, среди расколовшихся. Поэтому мы вот можем как граждане бороться за выборность мэров. А это обязательно приведет к тому, что появятся политические силы локального уровня. Всем спасибо, что пришли. Мы напоминаем, что нашу дискуссию поддержал фонд Сорос Казахстан, за что им большое спасибо. И спасибо вам за то, что вы сегодня были здесь. Всем хорошего вечера.